Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға жақсы көрілім тілейміз. Достар, біздің бүгінгі шығарылымда сіздермен бөлісетін жаңалықтардың аңдатпасы мынадай достар. Манчестер Юнайтед және Барселона матчына ерекше тоқталамыз, және де бір матч бар, Нант пен Ювентус. Осы екі матчқа нақты тоқталып егжей-тегжейлі бүгешігесіне дейін ақпаратын боламыз достар, және де басқа ақпараттармен бүгінгі шығарылымда бөлісеміз. Ендеше достар, экранға жайғасып болсаңыздар, біз бүгінгі шығарылымды бастаймыз. Кеттік. Барселона мен Манчестер Юнайтедтен бастайтын болсақ достар, Барсаның үйінде 2-2 есеппен қайтқан болатын. Манчестер Юнайтед өз алаңдарында Олд Траффордта 2-1 есеппен Барсадан басым түскен жай бар достар. Кешетінде оны жақсы көріп білдіңіздер деп есептеймін. Енді қараңыз, кешегі тақырбас құлама Эрик тен Хагтың тапқырлығына сөз жоқ достар. Керемет, мықты, жақсы ауысымдар жасай білді. Ортада Френт қандай ойнады. Енді айтып жеткізу мүмкін емес. Де Йонгты қалай ұстады. Тактика бойынша Манчестер Юнайтед Барсадан басым түскен тәрізді достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды төменге жазып кетіңіздер. Біз әрмен қарай жаңалықты жалғастыра берейік достар. Кешегі ойыннан кейін беріп өткен сұхбаттарының бірінде тақырбас құлама Эрик тен Хаг былай деп жауап берді достар. Біз Ла Лиганың көшбасшысы бірінші орында келе жатқан Барсадай команданы жеңу біз үшін жоғарғы үлкен мәртебе болып есептелінеді. Және де біздің командада Варан, Мартинес, Касемиродай ойыншылар бар кезде тіпті чот 1-0, 2-0 болып тұрса да біз ешқашан жеңілдік деп мойындамаймыз, және осындай көшбасшылар бар кезде біз алдыға қарай жылжи беретін боламыз. Кешегі ойында оны жақсы көрдіңіздер, білдіңіздер деп жауап берген екен достар. Кешегі ойынға тоқтала кететін болсақ достар, Эрик тен Хаг ойынның алдында айтқан болатын, бізде Фрэнк де Йонгтың адымын аштырмау керек, және де оны тас кенедей жабысып алаңнан жоқ қылу керек деген еді, және Фрэнк соны нақты орындай алды дейді Эрик тен Хаг. Және достар, мен осы оймен келісем, кеше Фрэнк кәдімгідей де Йонгты жеп тастаған тәрізді, тіпті гол соққан моментті өздеріңіз жақсы қарап көрсеңіздер, не деген керемет әдемі гол достар. Және де Манчестер Юнайтед кәдімгі өте керемет жоғарғы деңгейде ойнады, және Фрэнктен осындай ойынды де Йонгта күтпеген болар, Барсада күтпеген шығар деп ойлаймын достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Енді кеше қос бразилиялық ойынның тағдырын шешіп тастады достар. Касемиро мен Варанға тоқталмауға болмайды енді. Жалпы бұл екі ойыншының бойында әлі күнге Реал Мадридтің қанағып жатқан тәрізді. Барсаға қарсы қалай ойнау керектігін жақсы біледі, өздерін қалай ұстау керектігін білетін екі ойыншы алаңда маған былай көрінді. Манчестер Юнайтедтің құрамына кіріп алған екі Реал Мадридтің ойыншысы Манчестер Юнайтедтің ойыншыларына Барсаға қарсы қалай ойнау керектігін көрсетіп үйретіп тастаған тәрізді. Касемиро қорғанысты қандай көмектесті, допты қалай тартып алып қоя береді. Ал Варанға келетін болсақ, Варатаның алдына бір автобусты қойып тастап, қолына үлкен бір арматурасын алып, ал келіңдер өтіп көріңдер деп тұрғандай көзге оттай басылды. Өздеріңіз жақсы білесіздер, соңғы минут, соңғы секундтардың бірінде Роберттің бос қақпаға жолдаған соққысын қалай қайтарды. Осындай ойыншысы бар Эрик тен Хаг бұл ойыншыларды қалай мақтамайды достар. Өз ойыңды комментарийге жазып кет. Кеше сен де мен сықылды Реал Мадридтің ойыншыларын көрдің бе, жоқ әлде таза Манчестер Юнайтедтің ойыншысы болған ба? Өз ойыңды төменге жазып кет. Барсаға достар қысқаша ғана тоқталып өтеміз. Кешегі ойыннан кейін беріп өткен сұхбаттарында Хави былай деп жауап берді. Жалпы біз Манчестер Юнайтедтен қорықпаймыз, қорықпағанбызда, бірақ кешегі ойында бірінші есепті ашқаннан кейін біз өзімізге сенімді болдық. Ойыншылар өздерін жақсы сезіне бастады. Дәл солай үзіліске кеттік. Үзілістен кейін екінші тайм басталды. Майда шүйде 1-2 қателіктің кесірінен алаң иелері таблодағы есепті теңестіріп кетті. Сонымен қатар бізде тағы да бірнеше қателіктер болды. Сол орайды өздеріне жақсы пайдаланған Манчестер Юнайтед жеңіске лайықты болды дейді. Жалпы екі команда да жеңіске лайықты болды. Жақсы, біз өкінбейміз, бірақ шын жүректен келесі турға өтуімен Манчестер Юнайтедті құттықтаймыз деді достар. Дәл сіздердің ойларыңыз қалай? Манчестерден Барса кешегі ойында жақсырақ болды ма? Жоқ, өте нашар ойын көрсетті ма? Өз ойыңды төменге жазып кет. Достар, Барсаның ойыншыларына келетін болса, кеше өте төменгі деңгейде ойын көрсетті. Бірақ бұлардың ішінен де жақсырақ ойнады дейтін бір 2-3 ойыншы болды. Соларды атап өтейік. Біріншісі де Йонг, екіншісі кәдімгі Роберт деп айтуыма болатын тәрізді, үшіншісі Бускетс, тағы бір ойыншы болды. Енді ол кім? Оны өздеріңіз жақсы біліп тұрсыздар. Тер Штеген достар. Осылар шамалы жақсы ойын көрсетті. Қалғандарын енді айта алмаймыз, кеше өте төменгі деңгейде ойын көрсетті. Тіпті екінші таймның өзінде де Йонгты Фрэнктің қалай жеп тастағанын көрдіңіздер. Демек, дәл осылай ойын өрбіді. Ал ендеше достар, біз осымен екі ойынды аяқтаймыз. Келесі ойынға өтетін боламыз. Ювентустың шолуын жалғастырамыз. Барса мен Манчестер осы жерде тәмам.
Ал достар, біз енді Ювентус пен Нанттың ойынына көшетін боламыз. Естеріңізде болса, бірінші ойында 1-1 деген тең ойын болған болатын. Енді кешегі ойында Ювентус емес, жалпы бір сөзбен айтқанда, Ди Мария бір өзі бір ойынның тағдырын шешіп тастаған тәрізді. Енді оны сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Просто экраннан көрсеңіздер, тынышталып жақсы болатын еді. Кешегі бірінші пенальти қандай керемет болды. Ал Ди Марияның екінші голын, мына экранда көріп тұрғандарыңыздай, осы голы екінші голды. Мен Еуропа лигасының ең керемет үздік голдарына үміткер бола алады деп есептеймін. Тіпті ең мықты голы болғанда шығар. Сен қалай ойлайсың? Өз ойыңды төменге жазып кет. Ал үшінші голы баспен әдемі соқты. Дәл солай ойынды бір өзі Ди Мария шешіп тастады достар. Ешқандай басқа артық сөздің керегі жоқ деп ойлаймын. Осымен Ювентуске шолуды аяқтаса қалай қарайсыздар? Ендеше біз келесі ойынға кеттік. Айтпақшы достар, тағы бірдеңені ұмытып барады екенмін. Жалпы Еуропа лигасында кезінде Златан Ибрахимович хет-трик жасаған болатын. Осыдан есімде болса бір 2008-2009 жылдары ғой деймін. Енді ұмытып қалсам, қателессем айып етпеңіздер. Одан кейін бірінші болып, міне тағы да Ди Мария. Жалпы 30-дан осқан кәрі қасқырлар өте керемет ойнап жатыр. Осыған келісесіз бе, жоқ келіспейсіз бе? Өз ойыңызды комментарийға жазып кетсеңіз өте күшті болатын еді. Біз комментарийлеріңізді міндетті түрде оқитын боламыз достар. Ал енді шынымен осымен Ювентустың матчын осылай сырып, осылай жақсы деңгейде жауып қоя салайық достар. Ал достар, бүгінгі шығарылымды осымен аяқтаймыз. Жалпы Ювентусты неге ұзаққа созбадың деп жатсаңыздар, енді ешқашан мені кінәламай қойсаңыздар болады. Себебі Нант пен Ювентустың ойында қандай нәтиже болатыны, шынымен де басында ойынның қандай болатынын мен шынымен де болжаған болатынмын. Осылай болатын сезгенмін. Сол себепті де көрмеген едім. Жалпы Ювентус шынымен де ойында айқын басымдылыққа ие болды. Жоғары ірі есеппен кәдімгі келесі турға өтті. Енді бұған артық ештеңе алып қосудың керегі жоқ деп ойлаймын достар. Баршаңызға көріп тамашалағандарыңызға мың алғыс достар. Сіздер барда, біздер бар, біздер барда, сіздер бар. Шүкір Аллаға. Біз келесі турда кездескенше сау саламат болыңыздар. Бүгінгі шығарылымды осымен аяқтаймыз. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар достар. Телеграмға міндетті түрде тіркеліп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болатын еді. Сау.